Сәлем достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ коржик дайындайтын боламыз. Бала күніміздегі асханада сататын коржиктардың дәмінен асып түседі деп айта аламын. Алдымен бізге дүкеннің айраны қажет болады. Айранымызды ыдысымызға құйып аламыз. Одан кейін шекерімізді салып, жақсылап, шекеріміз езілгенше араластырып тұратын боламыз. Шекердің езілуі мұнда өте маңызды болып табылады. Шекерімізді толық езіп алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды және ас содасын, одан кейін қант қопсытқышын қосамыз, яғни разрыхительді. Үшеуін қосып, тағы бір рет венчиктің көмегімен араластырып, біріктіріп алатын боламыз. Енді кезекте үстіне ұнымыздың жарты бөлігін салып, бір араластырып аламыз. Одан кейін қалған бөлігін, яғни ұнымыздың қалған бөлігін қосып, жұмсақ, қолға сәл жабысатын масы шығады бізде. Жұмсақ қамыр илеп дайындаймыз. Міне бізде өте жұмсақ қамыр шығады. Енді бұны біз 1-1,5 сантиметр қалыңдықта жайып дайындап аламыз. Мен нанды толық жазып алдым. Қалыңдығын көрсетіп өтейін сіздерге. 1-1,5 сантиметр осындай қалыңдықта жазып аламыз да. Әртүрлі өзіңіз қалаған формада кесіп аламыз. Менде осындай арнайы формалар бар. Егер сізде болмаса, кәдімгі ыдыстың, кесенің дөңгелегін пайдаланып кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай әртүрлі формамен коржиктарымды кесіп дайындайтын боламын. Біздің коржиктарымыз тез пісетіндіктен алдын ала духовкамызды 250 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Одан кейін протеин ыдысымызға осылай кесіліп дайын тұрған коржиктарымызды біртіндеп салып, бетіне қалған айранымызды кесішкінің көмегімен жағамыз да духовкаға 5-7 минутқа пісіріп алатын боламыз. Достар, сіздерге бүгін менің дайындаған бала күніміздегі коржиктарымыз ұнаған болса, өз пікірлеріңізді жазып, лайк басып, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айдана, келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Балапандарымызды тәттілермен қуантып жүре берейік.